Назик Кук арнасына қош келдіңіздер. Менің сирек әрі дәмді рецепттерімді жіберіп алмас үшін алдымен тіркеліп кетуіңізді ұмытпаңыздар. Бүгінгі дайындайтынымыз жілік май самсасы. Адамды жасартатын коллаген мен биотинге бай жілік май самсасын пеште дәмді әрі оңай ерекше ғып пісіреміз. Донер түрінде орап, асап жейміз. Нағыз қазақтың донері. Жіліктерді алдымен тазартып, еппен жуып алдым. Сосын қағаз сүлгімен сүрттім. Сарымсақ, яғни чеснокты майдалап турап алдым. Жіліктерді зәйтүн маймен түгелімен майлап шығамыз. Әр жілікті тұздап, кейін үстінен әр қайсына қара бұрышты себеміз. Сарымсақты майдалаймыз, жіліктерге қосамыз. Тоз бұрышы сіңгенше қамырын жайып жіберемін. Ашытылған қатпарлы қамырдың дайынын сатып алдым. Әр жілікке 200-250 грамм маңайында қамырды алып, жіліктің бойындай ғып, ұзыннан сол қалыпқа келтіріңкіреп жайып алдым. Қамырдың шеттерін жұқалап жаямыз, өйткені қалың болса піспей қалуы ықтимал. Бетіне жұмыртқаның саруызын бір шай қасық сүтпен араластырып жағып шығамыз, күнжіттен себеміз. Қызып тұрған пешке 180 градусқа 25-30 минутқа жібереміз. Пешіңіздің қысымына қарай байқап пісіреміз. Мінекей жілік май самсада дайын болды. Өз нанына орап, жілік майды сүйегінен ажыратып, бүкіл нанға орналастырып салып, ұнайтын көкөністерден қосып, дәмді өзіңіз қалайтын томат не тартар тұздықтан құйып, асап сүйсініп жейміз. Жілік шақтырып, құс деп таласып жеп өскен балалық шақтың дәмін енді сіздерге жілік май самса ретінде ұсынбақпын. Жіліктің сүйегін көп уақыт қайнатып, сорпасын ішсе де өте құнарлы. Жілігін шағып, майын ішкен ұрпағымыз көбейе берсін. Жіліктің майы ішінде. Нағыз қазақтың донері. Егер бейнем ұнаса, қиын болмаса сақтап, пікір жазып, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Аяғына дейін назарлағандарыңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.